Хадиша бай әйел, қолы да ашық, дәулетін өзгелерге үлестіре де біледі. Ең бастысы адамгершілігі мол. Затын апарып сату үшін сен сияқты сөзіне берік, ісіне адал адам керек оған. Сен барып жағдайды түсіндірсең қайтеді? Жалдап алар бәлкім. Шынымды айтсам, сені Шамға жіберуге көңілім аса разы да емес. Яһудилердің зияны тиіп кете ме деп қорқамын. Алайда амалым жоқ, қолым қысқа, жағдай өзіңе мәлім ғой, деді. Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам көкесінің көңілін көтеріп, сіз қалай десеңіз, солай болуға тиіс, деп қойды. Мәселе Хадишаға жеткенде ол тіпті қуанды. Сенімді шыншыл Мұхаммедті саллаллаху алейхи вассалам шақырып алып, сізді Шамға жолдайтын дүние мүлкіме жауапты етіп аламын. Көптен іздеген жерден табылды. Маған да өзіңіз сияқты турашыл адам керек еді. Адалдығыңызға қанықпыз ғой. Ақыны да бұған дейінгілерге берегендерінен бірнеше есе артық төлеймін, деді. Пайғамбарымыз Хадишамен арадағы әңгімені Әбу Тәліпке жеткізді. Бұл Тәңірінің саған берген үлкен несібесі, деп қуанды Әбу Тәліп. Сосын алдымен жалақы мәселесін нақты шешіп алуды ұсынды. Бірақ Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам бұған наразы болды. Әбу Тәліп Хадишаға барып, сен пәленшеге қызмет үшін 2 түйе беріпсің, біз Мұхаммедтің еңбегіне 4 түйе талап етеміз, деді. Хадиша сенімді, көңілінен шығатын адам тапқанына қатты қуанып, ей Әбу Тәліп, олай болса мүлдем жарасы жеңіл екен, одан көп сұрасаң да ойланбастан берер едім, деді. Әбу Тәліп риза көңілмен үйіне қайтты. Әзірет Хадиша күңі Майсараны Әзірет Мұхаммедке көмекші етіп қосып, жолға шығарда оған: осы кісі не айтса да бұлжытпай орындайтын бол. Жолай көрген білгендеріңді айта келерсің, деп бұйырды. Керуен жолға шыққалы тұр. Әбу Тәліп пен басқа да жанашырлары Мұхаммедті саллаллаху алейхи вассалам шығарып салып, үлкендерден оған көз қырын салуды өтінді. Сауда керуені 3 ай жол жүріп Шамға табан тіреді. Саудагерлер Бусра жәрмеңкесінен тиісті орындарын алып, әкелген тауарларын жаймаға шығара бастады. Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам сол жердегі шіркеуге жақын зәйтүн ағашының көлеңкесіне түскен. Мұхаммедті саллаллаху алейхи вассалам бала кезінде көрген монах Бахира бұл кезде о дүниелік болып, орнын Настура есімді монахқа табыстаған. Шіркеу терезесінен келген керуенді тамашалап тұрған Настураның назарын аударған нәрсе зәйтүн ағашы көлеңкесін таңдаған адам. Оның жанындағы Майсараны бұрында көріп жүргендіктен монах дереу оны қасына шақырып алды да зәйтүннің астына қонақтаған бейтаныстың кім екенін сұрады. Майсара: ол Құрайш руынан, өзі меккелік, деп жауап береді. Настура сәл үнсіздіктен соң сөзін жалғады. Ол ағаштың көлеңкесіне бұған дейін пайғамбарлардан басқа ешкім қонақтамаған. Айтпақшы, оның көзі сәл қызарған секілді емес пе? Майсараның иә деген жауабын естіген Настура: ол пайғамбар. Пайғамбар болғанда да ең соңғысы, деді. Майсара қатты толқып таң қалды. Болашақ пайғамбарға қызмет ету бақыты өзіне бұйырғанына сенер-сенбесін білмей қобалжыды. Настураның айтқандарын бүге-шігесіне дейін жадында сақтауға тырысты. Көзді ашып жұмғанша күндер зулап өте шықты. Әкелінген заттар сатылып, қажетті тауарлар алынды. Бұрын соңды болмаған дәрежеде ең көп табыс пайғамбардікі еді. Майсараның таңданысына керуендегілер қосылды. Керуен Меккенің жолына түсті. Шөл, құлазған далада аптаптан аңқасы кепкен керуен, түйелер теңселе басып алға жылжып келеді. Майсара тағы да бір қызыққа куә. Тұп-тура Әзірет Мұхаммедтің үстінде 2 періште көлеңке түсіріп пана боп келеді. Күннің ыстығында
таңдайын кептірген шөлді де ұмытқан Майсараның екі көзі соларда. Айналасындағыларды мүлдем естен шығарған. Көзімен көре тұра, көңілі сенбей, нұр жүзді қожайынына айтайын десе батылы жетпей, өзімен өзі іштей әлекке түсті. Манах Настураның айтқандары есіне түссе, бүкіл өн бойы шымырлап, тітіркеніп кетеді. Не де болса, бір тылсымның бары рас. Керуен Меккеге жақындаған. Басқа меккеліктер сияқты Әзірет Хадиша да бір топ әйелмен бірге шатырға шығып, жолаушыларға алыстан қарап отырған. Әзірет Мұхаммед пен Майсараны ұзақтан жазбай таныды. Ау, Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам үстінде ұшып келе жатқандар не? Жаңсақ көрдім бе деп, көзін қолмен көлегейлеп тағы қарады. Жоқ, шынымен ақ ағараңдап ұшқан бір нәрсе бар нақ төбелерінде. Жақындағында байқады. Екі періште Әзірет Мұхаммедті қалқалап келеді. Әйелдердің де кейбіреуі мұны байқап, ішегін тартып үнсіз қалса, енді біреулері, қараңыздар, Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам басының үстінде екі періште ұшып келеді деп айқайлап үлгерді. Керуен Меккеге келіп кірді. Жайланған соң, пайғамбарымыз кіріс шығысты түгел есептеп, Әзірет Хадишаға тапсырды. Бір қызығы, Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам сатқан тауарларынан қыруар пайда түсіп қана қойған жоқ, әкелінген заттарды әпсетте сатылып, Хадишаны ұшан теңіз табысқа кенелтті. Майсара жол бойы Әзірет Мұхаммедтен саллаллаху алейхи уассалам көп нәрсе үйренді. Оның жайдары мінезі, дос көңілі, шыншылдығымен қатар тазалыққа айрықша мән беруі, саудадағы адалдығы Майсараға таңдай қаққызған. Жол бойы көрген білгенін, Манахтың айтқандарын Майсара еш бүкпесіз Хадишаға баяндады. Әзірет Хадишаны бұрында талай сырттай таңдандырып жүрген 25-тегі жігіт көз көріп, құлақ естімеген тылсымымен баурай түсті. Әзірет Хадиша көрген білгенін, Майсарадан естігендерін немере ағасы Варақа ибн Нәуфалға әңгімелеуді жөн көрді. Варақа білімді, салихалы, ақты ақ деп бағалай білетін христиан. Пұтқа табынушылықты жақтамайтын. Не нәрсені ақылға салып таразылайтын ол, Әзірет Хадишаның айтқандарына ден қоя тыңдаған соң, егер осы баяндағандарың рас болса, Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам осы үмбеттің пайғамбары екендігіне шүбәм жоқ. Мен осы үмбеттен пайғамбар шығатынын оқып білгенмін. Күтіп те жүредім. Сол сәт таяған сияқты, деді. Әзірет Хадиша көңілін бірлеп үйіне қайтты. Пайғамбарымыздың Әзірет Хадишамен үйленуі. Әзірет Хадиша пайғамбарымызды бала күнінен танитын. Сауда керуеніне қосып, мал мүлкін табыстаған күннен бастап, жақыннан танып біле бастады. Жесір Хадиша Құрайыштың қыздары ішінде көргенді жердің қызы ретінде де, иба ізетімен қатар мал дәулетінің молдығымен де жоғары тұратын. Кез келген бой жеткенге арман болғанмен, нәсіп болмаған хас сұлулықтың иесі де еді. Сол уақытқа дейін маңайындағы оны танитындар да, аты мен затына сырттай қанық болып, сөз сала келгендер де аз болмаған. Бірақ Хадиша бірде біреуін қабылдамағанды. Ешқашан үйленбейтін, үйлену жайын ойламайтын сияқты көрінетін. Құдайдың дегені құлды жеңеді демекші, адалдығы мен пәктігі, адамгершілігі мен ақ көңілділігі жөнінен теңдесі жоқ жанды кездестіргенде, Хадишаның ойы өзгеріп сала берді. Илахи тағдыр әубастақ екі көңілді жұптастыруды жазғанды. Үйлену жайын алғашқы болып қозғаған Хадиша болды. Иә, намыстылығымен танылып, жахилия кезеңінің өзінде арлы әйел мағынасындағы
Тахира лақабына ие болған Хадишаның ұсынысын жан досы Муния қызы Нафиса Әзірет Мұхаммедке жеткізді. Бас екеу болмай, мал екеу болмайды деген үйлену жайын ойланбадың ба? Үйленіп, үй болатындай малым жоқ. Егер дүниең жетіп, өз теңің ұсыныс айтса, қайтер едің? Кімді айтасың? Хуайлидтің қызы Хадишаны айтам. Қалайша? Сен қарсы болмасаң, қалған жағын үйлестіру менің міндетім. Онда мұндай ұсынысқа қарсы болмасам. Нафиса қуанған күйі Әзірет Мұхаммедпен арадағы әңгімені Хадишаға айтып келді. Көңілі алып ұшқан Хадиша Әзірет Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам қайтадан хабар жолдады. Оның жүрек жарды тілегін сөзбе-сөз ұластырған тағы да Нафиса. Уа Мұхаммед, сені ағайын ретінде танып, руластарым арасында адал, сенімді әрі шыншыл болғаның үшін ұнаттым. Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам бұл жаңалықты көкесі Әбу Тәліпке білдіреді. Көкесі Хадишаның өз аузынан естіген соң қуана құптайды. Үйлену тойында. Тойдың уақытын Әзірет Хадишаның өзі белгіледі. Той өтетін орын да соның үйі. Алдын ала хабарланған уақытта Әзірет Мұхаммед ең жақын туыстарымен бірге Хадишаның үйіне келді. Той қажеттіліктерін, ас-су қамын Әзірет Хадишаның өзі мойнына алған еді. Мал сойылып, қазан асылған. Той басталып та кетті. Қалыптасқан үрдіс бойынша алдымен үлкендер сөз сөйлеуге тиіс. Әзірет Хадишаның әкесі бірнеше жыл бұрын ішкі ру аралық қақтығыстардың бірінде қаза болғандықтан бас құдалыққа әкесінің інісі Амр ибн Әсет келген. Мұнан соң Әзірет Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам әке орнына әке болған Әбу Тәліп орнынан тұрды. Жаратқанға мың қайтара шүкіршілік етемін, деп бастады ол сөзін. Бізді Әзірет Ибрахим алейхиссалам пайғамбардың шежіресінен Әзірет Исмайылдың алейхиссалам ұрпағы етіп, Мааттың шөпшегі Мұдардың шөбересі етіп жаратты. Енді негізгі мәселеге келер болсам, менің бауырым Абдулланың ұлы Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам бұл төңіректе танымайтын адам кемде-кем. Оның адамгершілігі, ақыл парасатымен тайталасар жігіт Құрайышта жоқ болар. Жомарттың қолын жоқтық байлайды демекші. Тек мал байлығы кем демесеңіз, мінез байлығы жөнінен оған теңгелер пенде жоқ. Дәулет деген не тәйір, қолдың кірі тәрізді. Бүгін барда ертең жоқ. Алдағы уақытта осы бауырымның үлкен құрметке бөленіп, қауымның қадірлісі боларына еш шүбә келтірмеймін. Бүгін ол сіздердің қыздарыңыз Хадишаны айттыра келіп отыр. Махир ретінде де 20 атан түйе бермекші. Біз осылардың тілекшісіміз. Тәңірі екі жастың тілеуін бергей, деп сөзін бітірді. Әбу Тәліптен соң Хадишаның немере ағасы Варақа ибн Науфал сөз сөйледі. Бізде алдымен бір тәңірге шүкіршілік қылуды борыш санаймыз. Бізге де биік мәртебелілік, мол ырзық дүние берді. Өзге жерлестерімізден үстем етіп жаратты. Сізге артар кінәміз жоқ. Үйлену, отау құру оңай шаруа емес. Бізде бір ауыздан ағайын туыс ақылдасып сіздермен құда болуды мақұл көріп отырмыз. Уа, жиналған қауым, куә болыңыздар. Хуайлидтің қызы Хадишаны 20 атан түйелік махирмен Абдулланың ұлы Мұхаммедке әйелдікке бердім. Вараха ибн Науфал сөзін аяқтаған соң Әбу Тәліп Хадишаның ағасы Амр ибн Әсеттің келісімін сұрады. Ол да көпшілікке естірте, Хуайлидтің қызы Хадишаны Абдулла ұлы Мұхаммедке некелеуге разымын деді. Осылайша екі дүниенің сұлтаны пайғамбарымыз Әзірет Мұхаммедтің Құрайш әйелдерінің ішінде ең сұлуы, жоғары мәртебелісі Хуайлид қызы Хадишамен некелері қиылып, ерлі зайыпты деп жарияланды. Сүйікті де ардақты пайғамбарымыз ол кезде 25, ал Хадиша анамыз
40 жаста болатын. Бұл оқиға милади 595 жылы, яғни Әзірет Мұхаммедке саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарлық келместен 15 жыл бұрын болған. Тойдан соң Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам аяулы жарымен бірге Әбу Тәліптің үйіне келді. Халықпен қайталанбас қуаныштарын бөлісіп, бірнеше түйе сойып, сый-сияпат жасалады. Меккеліктер тайлы тұяғы қалмай келіп, той дастарханынан дәм татты. Жас шаңырақ иелеріне ақ тілектерін айтып, баталарын жаудырды. Тең-теңімен деген, бір-біріне қай жағынан да лайық, жұптарың жазылмасын, тойларың тойға ұлассын десіп, тарқасты шақырылғандар. Бірнеше күн осында болған соң ерлі-зайыптылар Хадишаның отауына қайтты. Осы шаңырақ астында Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам ғұмырының ең бақытты сәттерін өткереді. Халық арасында Тахира атанған Хадишаны пайғамбарымыз Хадиша Кубра, яғни үлкен Хадиша деп атаған. Ибалы да әдепті, қылықты да шырайлы зайыбымен өте тату ғұмыр кешкен. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам әкесінен мирас қалған ештеңесі жоқ еді. Әкелік қамқорлығын көрсеткен Әбу Тәліп болса, сіңірі шыққан кедей. Сондықтан Хадишаға үйленгенге дейін жоқшылық зардабын әбден тартқан. Хадишамен үйленгеннен соң әйелінің байлығын сауда айналымына салып, тірлік жасап, тарығудан құтылды. Бірақ сонша дәулеттің иесі бола тұрып, ол ешқашан ысырап жасамаған. Бекер мал шашу оған тіпті жат. Жаратылысында қарапайымдылығынан танбаған. Өйткені ол үшін дүниенің байлығы түкте емес, көңіл байлығы, рухтың толыққандылығы маңызды. Әзірет Хадишадан 6 бала туады. Қасым, Зейнеп, Рухия, Үммі Гүлсім, Фатима, Абдулла. Шаттыққа толы шаңырақта Әзірет Мұхаммед пен Хадиша ең сәтті, тәтті күндерін өткізіп жатты. Құрмет пен махаббатқа негізделген отбасылық өмірлеріне көңіл сүйсініп, көз тамсанатын. Пайғамбардың отбасы күллі адамзат баласына үлгі боларлық сыйластық пен сүйіспеншіліктің ошағы еді. Хадиша анамыз жұбайынан 15 жас үлкендігіне қарамастан, отағасын әрдайым ерекше құрметтеп, отбасының пірі санаған. Мұхаммед те саллаллаху алейхи вассалам отбасының тірегі, балаларының анасы болған аяулы жанды айрықша сыйлап, қолдап қорғаған. Әзірет Хадишаның өлімінен кейін де өзі о дүниелік болғанға дейін оған деген сүйіспеншілігі әсте суыған емес. Сүйікті пайғамбарымыз Әзірет Хадишаның жомарттығын, көркем мінез құлығын, өзіне жасаған жақсылығы үшін мәңгілік қарыздар екендігін ұдайы ести алатын. Әзірет Мұхаммедтің саллаллаху алейхи вассалам кейінгі әйелдерінің бірі Әзірет Айша анамыздың Мұхаммедті саллаллаху алейхи вассалам Хадишадан басқа ханымдарынан қызғанған емеспін деуі соның куәсі. Бұлай болуы заңды да. Әрине, Расулалланың көңіл төрінде әрбір әйелінің өзіне тән орны бар екені даусыз. Дегенмен, өз кіндігінен тараған 7 баласының 6-ауының анасы Әзірет Хадишаның орны бір бөлек екенін түсінікті. Айналасындағы бүкіл қауымы оған дұшпан көзімен қарағанда, дос қолын созған, оны шын ниетімен қолдағанда осы Әзірет Хадиша еді. Қиын қыстау күндерде рухына дем беріп, көңіліне медеу болғанда Хадижатул Кубра, үлкен Хадиша, сөйткен жанды ұмытуға бола ма?